мен ойламадым, ағай олай звондайды деген сияқты. Бір оқушыға бола, ода 10 мың, 20 мыңнан астам оқушы бар ғой деген секілді. Не нәрсе мотивация берді сендерге? Или кім мотивация берді? Бір пәнді оқып бастаған кезде фокусы аяғына дейін аяқтамай фокусым шашырап кете беретін. Жүзірікті таңдауға не әсер етті сендерге? Ожиданияларың ақталды ма ол кезде? Егер ақталмаса ол сияқты болмайды еді бар. Өзіме қатты сенбедім, бірақ жүзірікқа келе сала, сосын оқу, өзімнің оқығанымды көрдім, нәтиже шығаратынымды көрдім. Жүзірік деген андай мүмкін емес сияқты көрдім ғой өзі. Сәлем достар, бүгін бізде 140-тың 2024 жылғы екі рекордсменмен подкаст. Бұл подкастымыз біздің қазір ұбт-ға дайындалып жатқан оқушыларға және универде оқып жатқан студенттерге де пайдалы болады деп ойлаймын. Өйткені екі жағымда отырған біздің екі мықты оқушымыз бізбен бірге ұбт-ға дайындалып, грантқа түсіп, сонымен қатар бізде қазір жұмыста жасап жатыр. Сол тәжірибелерімен сендермен бөлісетін болады. Ал енді өздеріңді таныстырып өтіңдер. Қысқа нұсқа, қанша балл алдыңдар, қайда оқып жатсыңдар, қандай мамандық? Сәлем, жарқыраған әлем, сіздермен бірге 2024 жылға түлектер. Менің есімім Әділжан, осы жүзірікті оқып бітірдім. Қазіргі таңда СДУ университетінің 2-ші курс студентімін. ұбт-дан 134 балл жинадым. Қандай мамандық? IT, информационный система. Сәлем барлықтарыңа, мен Оңғарбаев Абзал, 2024 жылғы жүзіріктің түлегімін. Таңдау пәндерімді университет ағылшын, 39 балл жинаған болатын. Қазіргі таңда СДУ-да 2 шет тіл мамандығы бойынша 2-ші курс оқып жатырмын. Күшті. ұбт-ға дайындықтарыңды қашан бастадыңдар? Жүзірікқа қай кезде тіркеліп бастадыңдар? ұбт-ға дайындығымды мен қыркүйек ағымда бастадым. Бізде тегін лагерь болып жатқан кезде 100% скидка ұтып алып, осы жүзірікқа келдім мен. Қыркүйектен бастадың? Иә, қыркүйектен бастадым. Мен де 11 сыныптың қыркүйек айынан бастадым. Оған дейін бізден бұрын бітіріп кеткен түлектер бар, 2023 жылы оқып жатқан деген сияқты. Солардан естіп, сол бойынша қыркүйек айында тіркеліп, сол кезде дайыннан бастадым. Жүзірікті таңдауға не әсер етті сендерге? Ең басында сол басқалардың ойынды біліп алдым, осы курс қалай деген сияқты. Сол бойынша мен ізденіп қарадым, Instagram желісінен, басқа да желілерден қараған кезде, бізде рекордсмендердің 13-тен 8 деген сияқты әртүрлі рекордсмендердің көбісі шығып жатқанын көрдім. Сол бойынша қызықтым, нәтижелерін қарадым деген сияқты. Кез келген комбинация бойынша негізі жоғары рекордтар шығып жатқаннан кейін осыған қызық келдім. Ал біздің лицейде негізі офлайн курстарға запрет қойған соң, мен онлайн курстар іздеп бастадым. Неге запрет қойды? Себебі біз лицейде жатақхана жатамыз ғой, сол кезде шығып кетуге болмайды деген сияқты. Бала бір жаққа кетіп қалуы мүмкін деген қорқыныш болды. Соның арқасында дейін бе, соның арқасында жүзірікқа келдім, жүзірік таңдадым, себебі нәтиже. Кәдімгідей нәтижелер, түлектер кеші дейтін, сосын отзыв. Басқа бітіріп кеткен түлектердің шынайы пікірін естіп, сол арқылы осы жүзірікқа келдік. Енді жүзірікқа келген кезде сол мақтау, жаңағы нәтиже, пікір барлығы сондай болып шықты ма? Яғни ожиданияларың ақталды ма ол кезде? Егер ақталмаса ол сияқты болмайды еді бар. Негізі ақталды, қуаныштымын мен осы таңдағаныма. Негізі күткенімізден де жоғары нәтиже болды. Біз күттік, басқа курстарды көрген кезде, мысалы дайындалған кезде материалды береді, сол бойынша кейін аптаның соңында кирбалин салады деген сияқты. Жүзірікқа келдім, атмосфера қалыптастыру бойынша, кураторлардың саған деген байланысы бойынша негізі жоғары болды күткеннен де, білімнен де өзімнің қалай айтсам болады, ақталды. Жалпы ұбт-ға дайындықты бастаған кезде мақсаттарың қандай болды? Рекорд жасайым деген нәрсе болды ма? Или грантқа түссем болды деген мақсат болды ма? Шыны керек, менің мақсатым 20+ алсам болды. Біз СДУ-да 20 ғой, шекті болды. Соны асырсам болды дейтін оймен келдім. Өзіме қатты сенбедім, бірақ жүзірікқа келе сала, сосын өзімнің оқығанымды көрдім, нәтиже шығаратынымды көрдім. Сосын қаңтар ұбт-да мен 131 балл алған кезде, сол кезде сендім өзіме. 140 балл шығу атынан, бірақ Заттар қалың ба? Қайырлысы. Менде де басында грантқа түсу болды негізі. Өзім қалаған университетке грантқа түссем болды деген сияқты. Но кейін уақыт өте келе уже түсінесің. Осы арқылы оқу арқылы уже нәтижені көтере аласың деген сияқты. Одан кейін мақсатым өз пәнім бойынша, комбинация бойынша рекордтық балл орнату деген сияқты мақсат. Қай кезде басталды? Қаңтар ұбт-дан кейін? Қаңтар ұбт-дан кейін нәтижемді көрдім. Одан кейін сіздің мотивациялық кеш 136 балл. Содан кейін мотивациям көтерілді. Мотивациялық кештерге кіргеннен кейін уже 140 баллға өз пәніне рекордтық баллға жету бойынша жалпы мақсат орындалатын мақсат қойылды. 140 деген мақсат болды ма сенде? Болды. Оған не әсер етті? Жаңа санаты дегендер әсер етті ме, или оған дейін? Оған дейін болған жоқ негізі. Оған дейін просто рекорд деген болды. 140 деген андай мүмкін емес сияқты көрінді ғой. Сіз мотивациялық кештерде жүргіздіңіз, сол бойынша саната деген сияқты нәрселер келіп жатты, енді көбісінің арасында таралып кетті. Сол кезде бастадым, неге сол санатаны бізге алмасқа деген сияқты. Мүмкін нәрсе ғой деген сияқты. Осыған дейін де мысалы жоғары нәтижелер болды.
соны просто 140-қа дейін тағап тастауға болады деген сияқты. Сол мақсат. Енді дайындық бастаған кезде не нәрсе қиын болды сендерге бастапқы кезде? Еріншекті жеңу. Негізі көбісіміз ертең немесе дедлайнға тақалған кезде кішкене жұмыс істеп бастаймыз, сабақ оқып бастаймыз деген сияқты ғой. Сол кезде негізі тапсырма берілді ма, сол кезде орындап тастасаңыз негізі ештеңеміз кетпейді. Ең дұрысы осы. Сөйтіп сен басынан бастап солай жаңағы бірден жасап бастадың ба, әлде қалай дағдыландың оған? Басынан соңына шейін жасамадым. Қалай бұл оқудың сонда, қалай жетістікке жеттің? Андай болды ғой. Үздік болып жатсың, барлығы көріп жатыр. Соның негізі сөздің арқасында деп айтсам болады ма? Әділжан істей салады ғой, Әділжан оқи салады ғой дейтін, Әділжан мықты ғой дейтін сөз арқылы ғана мен негізі сол итермелеп жүрді. Итермеледі ма? Иә. Күшті. Бірақ сен бәрін соңында істеп жүрдің. Өзіңнің неге қабілеттеріңе сеніп кеткен жоқсың онда? Соның кесірінен шығар осы ана бір сыныпта болады ғой. Сабақ оқыдың ба деген кезде, жоқ оқымадым дейді да. Кітапта жатты, бүйтіп айта салады. Сондай қатарында болдың ғой сен. Өзі де сондай ғой. Мен сыныпта қасымда отыратын сондай едім. Мен оқыған жоқпын дейді да. Кітапты бір ашады, прям бәрін айтып тастайды. Сондай қабілет болып тұр ғой сенде. Иә. Сенде қалай болды? Менде фокусты соңына дейін ұстап отыру қиын болды. Бір пәнді оқып бастаған кезде фокусты аяғына дейін аяқтамай фокусым шашырап кете беретін. Даже дүниежүзі тарих, Қазақстан тарих сияқты пәндерді дайындалып бастайсың. Уже бір қарасаң TikTok қарап отырасың дейді. Сен де кірдің ба TikTokқа? Абзал екеуміз бірге тұрамыз ғой. Біздің үйде жалғыз оқитын Абзал. Кәдімгі отырады, бір айналып келсең TikTok қарап отырады. Сосын шамалдан қайта оқыды, қайта TikTok қарап отырады. Қазір универде оқып жатқан кезде ма? Иә, бірге тұрамыз екеуміз. Сол бойынша TikTokқа Бәдиев кіргізіп жіберген жоқ па сен? Жоқ, қазір нормально. Барлығын бірге алып жүргеннен кейін просто негізі уақытыңды арнап, көп емес, сынақ арасында қарап тұруға болады. Жалпы сендердің базаларың болған сияқты. Иә. Сол нәрсе көмектесті ма? Әлде бастапқы кезде точка аларың тоже төмен болды ма? Негізі информатика мен тарихтан базам, информатика 0 болды. Тарихтан енді мектепте кішкене кітап оқып кішкене айтатын бар, ал математикадан болды. Бірақ оқу сауаттылығынан болмады. Оқу сауаттылығы. Матсау оңай. Иә, матсау 4 ұбт 10. Менде МС-дан ғана болған. Осыған дейін менде математика олимпиадчик болғаннан кейін нормально. Но дүниежүзі тарихтан 0 болдым, ештеңе білген жоқпын. Қыркүйек айында бастаған кезде де ойладым, алдағы уақытта бір жылда мен меңгеріп үлгеремін бе деген сияқты қиын болады. Қазақстан тарихтан тоже ешқандай білім болған жоқ. Қыркүйекте бастап мен Қазақстан тарихтан. Алғашқы байқау тесттерінің нәтижесі қандай болды сендердің? 76 ма сондай. 10 сыныпта тапсырғанда 109 басындай болған. 109-дан бастадың ба? Физматтан, иә. Сосын 140-қа келіп байқау тест тапсырып па едің? Ол кезде информат тапсырған кезде 83 балл болған. Информатика өте төмен болды. Жалпы сендер мектепте қалай оқыдыңдар? Үздік болдыңдар ма? Алтын белгі болдыңдар? Екеуміз алтын белгіміз. Алтын белгі. Онда сендерде примерно фундамент бар ғой? Или жоқ, негізі информатикадан, тарихтан жоқ. Абзалда дұрыс мен тарихтан. Қалай сендер бәрін 5 алып жүрдіңдер? Тақырып береді, просто оқып үй жұмысын жасап жүрген кезде нормально алып жүрдім. Кейін 11 сыныпқа келгенде естерінен шығып кетті ма ол? Ол кезде ештеңе білген жоқпыз. Дүниежүзі тарихтан оқып жүрдім, но ондай тереңдетіліп, ненің не екенін даже Наполеонды торт деп ойлап жүрдік қой. Просто кейбір оқушыларда андай болады да. Джот салды ма, ол алтын белгі мектепте оқыған. Оған болады, оның қолынан келеді. Мен дым оқыған жоқпын, мен қалай джот саламын деп айтады оқушылар. Негізі екеуміз де лицейден, екеуміз де олимпиадчик болған соң, андай мұғалімдер жақсы көзқараспен қарайды да. Бізде мысалы 2-ші, 3-ші, 4-ші тоқсан кезінде біз тек олимпиадамен отырамыз деген сияқты болады. Сол кезде мұғалімдер қойып береді. Жеңілдік беретін ба? Менде де болған ондай. Директордың қызы деп химиядан, физикадан 4 шығаратын. 5 емес енді сендер сияқты. Так. Шаршау мен мотивация. Барлығы осы нәрсені айтады. Мен дайындық барысында шаршап кетемін. Сондай кезде мотивацияны қайдан аламын деген сияқты. Сендерде қалай болды? Шаршаған кезде не істедіңдер? Сендерге не мотивация берді? Негізі оқығаннан кейін шаршау болады. Қалай да болады. Қаншалықты оқып жатсаң да ол білім болатын нәрсе, стресс деген сияқты. Но ондай қатты проблема түсіп кетпес үшін арасында демалып тұру да негізі қате нәрсе емес. Оқып жатсың ба, арасында өзіңе демалыс уақыт арнауды ұмытпа деген сияқты. Аптаның бір күні, мысалы бір күніңді арнадың ба бір пәнге, сен одан кейін тынығып ал. Немесе осы тақырыптарды мен полностью бүгін аяқтап тастаймын, содан кейін мен тынығуға өзіме кино қараймын деген сияқты өзің бір мақсат қойып қойсаң күннің соңында жетістік ретінде. Сол бойынша уже негізі өзіңнің кешіліктің жабылып тұруға болады. Сенде график қалай болды? Таңертең 8-де мектепке барасың?
бірде келемін, сосын қандай болды сенде? Нешеге дейін түнге бізде негізі оқыдың ба? 8:30-нан кешкі 4-ке дейін кітап сабақтар кешкі 4-те аяқталады. Но басында болды сабақтар, но одан кейін уже мұғалімдер жақсы қарай бастады, сабақтардан босату деген сияқты. Но негізі кешкі 4-ке дейін сабақ болады, мектептің сабақтары. Одан кейін уже курстың сабақтарымен отыруға толықтай уақыт жетеді. Түнге дейін дайындалдың ба, или таңға дейін отырдың ба? Таңға дейін емес, түнгі 10-11-ге дейін аяқтаймын. Одан кейін қайталап, потом барып 12-1-лерде жатамын негізі. Андай будильникке уақыт қойып, или қалай жоспарлап, қандай құралдар қолдандың? Бәрін ұмытпай уақытылы жасау үшін. Жоспар ретінде заметкеге жазып жүрдім. Бүгін таңертең тұрған кезде, бүгін түнге дейін мен не жасауым керек деген сияқты. Жоспар болмаса, андай түнге дейін миында шашырап жүреді ғой. Көп нәрсе сияқты болып. Барлығы жинап тұрса, уже нормально әрқайсысына уақыт бөліп қоюға болады деген сияқты. Одан басқа жоспардан бөлек өзім сол дүниежүзі тарихына, Қазақстан тарихқа жалпы карточкалар жасауға болады. Quizlet деген сайт бар. Сол бойынша информацияларды енгізіп, сонымен дайындалып жүруге болады. Сенде қалай болды? Мен күнімді азанда ерте тұрып алып, барлық минут пен секундпен бөліп тастайтын едім. Осы уақытта тамақ ішемін, осы уақытта мектеп, осы кезде пысы, осы кезде деген сияқты. Соны мен негізі кураторларыма да жіберіп қоямын деген сияқты. Артық уақытта кішкене мазаламасаңыздар деген сияқты, сабақ оқимын деген секілді. Тіпті андай кездер болатын еді. Менің мысалы тамақ жеу уақытым сағат 1-ден 15 кеткенге дейін. 15 кетіп қалса, 1-ден тұрып кетіп қаламын, тамақ бітірмесем деген сияқты. Сондай болатын кездер. Ал шаршау кезінде мен шынымды айтсам, ішімдегіні көп адамдарға айта бермеймін, қасымдағыларға білдіре бермеймін, бірақ мысалы директорлерге айтатын едім, Рыскин апайға айтқан кездерім болды. Апай, мен осындай шаршап тұрмын, бір апта демалыс бере аласыздар ма деген сияқты. Сол кезде апайлар түсініп, маған бір апталық демалыс берген кез болды. Күшті. Не нәрсе мотивация берді сендерге? Или кім мотивация берді? Шынымды айтсам, ата-анам. Қалай? Егер қиналып кететін болсам, ата-анама да хабарласам, ата-анам андай болады, біздің мектепте ата-анадан хат дейтін сияқты, анаңнан хат дейтін. Сол анамның хатын оқып, жылап алған кезімізде болған. Соны хатты өзіме сақтап қойып, ұбт-ға да сол хатпен кіргем. Күшті. Сенде ше? Сол ең алдымен ата-ана болғаннан кейін артында солардың үмітін ақтап болды. Одан бөлек мына жақта бізде кураторлар бар, меңгерушілеріміз бар деген сияқты. Олардың тарапынан да тоже сен жете аласың деген сияқты, потенциалың бар болғаннан кейін сен нәтижеге жете аласың деген сияқты, олардың қолдауы тоже көмектесті. Андай бір бәрін тастап кеткің келетін кездер болды ма? Курстан шыққыларың келген кездер болды ма? Курстан шыққым келген кез болмады, бірақ шаршаған кездер болады. Сол кезде қалай өзіңе келетін едің? Осы мотивация манан еске түсетін еді? Манаға айтқанымдай, мен директорге айтатын едім. Мен көбінесе кураторларыма ашыла бермеймін. Меңгеруші немесе директорлерге ашылып, соларға ішіндегіні айтамын. Директор дегенде осы 140 Иә, 140 директор, Рыскин апай. Мектептегі директор. Мектептегі директор ағай ғой, футбол ойнаймыз ағай біз. Күшті. Жап-жас ағай біздікі. Ішіндегіні ақтарып алатын. Иә, сол кезде маған психолог ретінде болатын еді ол кісілер. Күшті. Осы дайындық кезінде мұғалімдер және кураторлар сендерге қалай әсерін берді? Бірінші ұбт-дан шыққан кезде өзім қалаған балды ала алмадым, 134 барды. Негізі мынандай болды менің ұбт-ым. Мен негізі 139 балатындай ана жерде менде шанс болды. 1 сағат 16 минутта ма қателеспесем аяқтап тастаймын барлық. Матты да, информатикада. Сол кезде тапсыруды басайын жатқан кезде тоқтай тұршы деймін да, инфодан мен 4 сұрақты ма, 5 сұрақты ма ауыстырамын. 134 дейтін бал шығады. Сосын ладно деймін да, қатемді кіремін. Сол ауыстырған сұрақтарым екен барлығы. Сосын шығамын да бірден телефонды алып сол сұрақтарды қараймын, бірінші белгілеген дұрыс болып шықты. Сол 139 балдан 134 балға түстім. Шыққан кезде бірден маған Саян ағай звондады. Кәдімгі тарихтың мұғалімі Саян ағай звондайды. Сосын Ажар апаймен сөйлеген ағай. Сосын 2 сағаттай ағаймен сөйлесіп, ағай маған біраз мотивация берді екінші ұбт-ға дайындалуға. Сол кезде мен ойламадым, ағай олай звондайды деген сияқты. Бір оқушыға бола, ода 10 мың, 20 мыңнан астам оқушы бар ғой деген секілді. Сөйтіп екінші ұбт-ға дайындалдың ба? Талқылайтын боламыз. Саған қалай бір ерекше бір қолдау сезінген сәтіңмен бөлісіп көрші? Мұғалім не болсын, куратордан болсын? Негізі кураторлар ағаң әпкең сияқты болып кетеді ғой, курстың өзінде басынан аяғынан бастап. Өзіңе жыл тартқан сайын оларға да даже сенде қандай проблема болып жатса да соны айтқың келіп тұрады. Мынандай деген сияқты. Всегда қолдау көрсетті. Қанша балл алып жатсаң да, қаншалықты төмен болып жатса да, перезачаға қалып жатқан оқушылардың өзін кәдімгідей сен просто келесі апта жақсы оқысаң, одан көтере аласың деген сияқты мотивация береді да. Сол бойынша жақын болып кеттік. ұбт-ның өзінде ең алғашқы звондағы ата-анаңнан бұрын кураторың деген сияқты да. Өзім кураторыма звондап, осы нәтижем деген сияқты. Сол бойынша білуге болады, жалпы кураторлардың ішегі мұғалімдердің барлығы саған шын мотивация бере алатынын, қолдаушы бола алатынын.
сосын бізде Жания апай Америкада жүрген кезде звондаған маған. Оттан шыққан кезде Әділжан қалай тапсырдық, не болды? Ай, жаңбыр жауып тұр, көзінде жас ағып тұр деген сияқты. Сол кезде апаймен де сөйлескенмін 20-25 минут. Маған үлкен мотивация берді. Күшті. Сен қаңтар ұбт 136 алдың, сен 131, иә? Наурызда қанша алдыңдар? 133. Наурызда нақты білмейкен аздау қалды. Бірінші ұбт? 136, то есть. 136 алдың, иә? 134, 134, 130 ба? Екінші. Қазір сұраймын. 133-ке түсіп қалған кезде неге сезіндің Наурыз ұбт-да? Негізі қаңтардан... Мотивацияң түсіп кеткен жоқ па? Қаңтар ұбт-дан кейін, енді андай нәтиже болғаннан кейін тоже оқығым келмей кетеді. Уже біледі екенмін ғой деген сияқты. Но ол кезде негізі айтқан, тапсырмаларды уже оқығаннан кейін ол жылдың соңына дейін есімде тұрмайды да. Сол бойынша менде қателік кетіп қалды, қаңтардан кейін дайындығымды азайтып тастадым. Қаңтарға дейін. Расслабонсып кеттің ба кішкене? Сол бойынша қателік болды. Наурыз ұбт-ға келген кезде мен даже қаңтарда маған оңай болып тұрған тақырыптардың өзі наурызға келген кезде қиналып қалдым. Сенде? Менде андай болды. Сіз апай екеуміз кездестік қой біресе. Қашан? Мен қаңтар. Мирас 25-ке келдің сен? Суретке түстің бе сен? Неше Ақнұрға жіберіпсің? Топқа ма? Апай екеуміз кездестік. Мен қаңтар ұбт-тан кейін өзіме сенімді болып кеттім. Себебі Қазақстан рекорды 132, менікі 131 ма сондай болды информаттан. Өзіме қатты сенімді болып кеттім де, наурыз ұбт-тың басындағы дата алып тастаймын ғой. 1 наурызға ма, 2 наурызға ма. Мен 21 ғасыр көшбасшысына қатысам да, Алматыға келіп сіздермен кездесіп, өзіме одан сайын сенімді болып, сосын самолеттен түсіп, ұбт-ға кіріп кетемін, кешігіп келемін ұбт-ға 1 сағаттай. Сол кезде отырып, сол кезде андай оқу сауатының өзінен 9 басындай алып қалған кезім болды да, и 126 ма сондай алдым қателеспесем. Осыдан енді не түйеміз? Біз көп оқушылар қаңтар ұбт, наурыз ұбт-дан жоғары балл алып алады. Сосын барып расслабон ұстап, менің қолымнан бәрі келеді дейді дағына, дайындығын әлсіретіп алады. И солай жасамауға кеңес береміз. Ол Әділжанның да, Абзалдың да басынан өткен екен. Сондықтан андай мен бір Тариқ ағайымның бір несі бар еді. Жоғары алдым деп, не деуші еді, бір сөзі бар еді. Жоғары алдым деп, жоқ, аз алдым деп мойыма дейді, жоғары алдым деп жасыма дейді ма? Қандай бір сөз бар еді. Ұмытып қалдым. Короче, есімізге түсіре алмадық. Қалай? Көп алдым деп тасыма, аз алдым деп. Иә. Көп алдым деп тасыма, аз алдым деп жасыма. Дұрыс, иә. Сондықтан мойындадым десе. Молодец. Яғни түйін қанша жерден жоғары алып тұрсаңдар да, мен әлі оқуым керек, мен әлі дайындалуым керек деген ұстанымды ұстану керек. Енді ұбт күні. ұбт-ға дейін қандай сезімде болдыңдар? Қорқыныш болды ма, уайым болды ма, әлде сендерде бір сенім болды ма? Сосын ұбт-ға кірген сәттеріңді қай ұбт кезінде? Қаңтар, наурыз? Бірінші, екінші ұбт-ны айта беріңдер. Бірінші ұбт кезінде сағат 6-ға шейін ұйықтай алмадым. Мен 4 ұбт-ны да азанда тапсырдым. Сағат 6-ға шейін ұйықтай алмай, 2 сағат ұйықтап, сол 2 сағат ұйқымен бардым. Ол саған әсер етті ма? Әсер етті. Ұйқым келіп, андай өз-өзіңе сенімді болмай отырсың. Неге ұйықтай алмадың? Уайымдадың ба? Білмеймін, бір қорқыныш болды. Сосын кураторларым да жазды, Әділжан уайымдама деген сияқты, бірақ ол одан сайын қорқыныш болды. Сен көз алдыңда қандай балл тұрды? Қандай алам деп ойладың? Мен минимум 139 едім. Себебі мен бір сұрағым бар, білмеген, нақты білмегенше, қалған барлық сұрағыма біліп отырдым да, бірақ ана жерде ауыстырмау керек еді. Сен ұбт-ға кірген кезде 139 деп кірдің ба, әлде сен минимум 139 дедім. Сондай мақсатпен кіргенмін. 140 деуім керек еді. Сендеше? Менде қорқыныш болды. Бірінші ұбт-ға дейін, мен бірінші, екінші ұбт-ға дейін, түнгі 2-ге дейін ба, 3-ге дейін ба отырдым, дайындалып. Дайындалып дегенде басқа да оқушылармен бірге бір-бірімізге сұрақ жауап жасап, сол чатта дайындалып отырғанбыз. Но оның өзі таңертең тұрған кезде уже басыңа барып, сол қиындық болып. Негізі ертерек жатып, ертерек тұрған дұрысырақ болады ұбт күні. Қорқыныш болды. Ертең сұрақтар қалай болады деген сияқты, осыған дейінгі мен дайындалған барлығын ақтай аламын ба деген сияқты қорқыныштар болды. ұбт-ның кезінде де кірдік. Қобалжу болып отыр. Қобалжу болды. Ол қалыпты, оны қабылдау керек. Бірақ ең бастысы негативно ойланып кетпеу керек деп ойлаймын. Төмен алып қалсам, қазір мен проходной жинай алмасам не болады деген сияқты. Экранда 139 деген сан шыққан кезде өзің қалай сезіндің? Сен өзің қандай балл алам деп кірдің? Менде негізі сол точно 139 или 140 дейтін болды. Барлығын басынан бастап белгілеп шығып келе жатырмын ғой. Дүние тарихқа соңғы пәнге келген кезде ең алғашқы сұрағы менде 50-50 болып қалды.
ладно соңынан қараймын деймін да, барлығын жасап келіп қайтадан университеттің бірінші сұрағын алып келдім да. 2-4 вариант болған кезде 2 сұрақты тастап тастадым. Олар точно емес деп 2 вариант қалып тұрды менде. Осы екеуі деген сияқты. Екеуі бір-біріне қатты ұқсайды. Сол кезде сол сұрақтан қате кетті. Негізі ойында осы или дұрыс болады, или қате болады деген сияқты. Екі түрлі ой болды, 139 или 140 деген сияқты. Но қалғандарына точно сенімді болдым. Сонда сен де Әділжан сияқты қайтадан өзгертіп отырсың ба, дұрыс белгілеген бе? Жоқ, белгілеген жоқпын ол кезде. Просто тастап кеттім ол сұрақты. Именно сол сұрақты. Білмедің ба? Иә. Шатасу болып просто. 2 вариант болды да, шатастыратын, өте қатты шатастыратын. Сен дұрыс емесін белгілеп тастадың. 139 көргенде көңіл күйің түсіп кеткен жоқ па, әлде шүкіршілік болды ма? Негізі еңбегім осыған дейін күн түн дайындалған еңбегім ақталғаннан қуандым бірінші. Одан кейін барып асоциативтесің, ол сұрақты мен білген кезде может зор болып қалатын деген сияқты. Кейін барып өкініш болады. Бір балл дұрыстап ойланған кезде может сол тақырыпты жақсырап тағы бір меңгеріп жүргенде уже 140 балл болып отыратын деген сияқты. Но негізі шүкіршілік етемін. Осыған дейін дайындалған еңбек бар. Соның барлығы ақталды. Өзім қалған университетте оқып жатырмын. Енді осы тұста сендер кеңестермен бөлісіп кетсеңдер, ұбт-ға қалай дайындалу керек, ұбт кезінде қалай ұстау керек, қалай белгілеу керек, қандай қателіктерді жібермеу керек? 3-5 мүмкін қысқаша. Бірінші ұбт-ға дайындалу кезінде сен қанша жерден мықты болсаң да өзінің әлсіздігің болады. Соны мұғалімдерден немесе кураторлардан сұрап алу керексің. Менде андай болды. Мен мықтымын, мен білем деген сияқты. Ал мен қазір соны білмейтінімді мұғалімден сұрайтын болсам, мен өте әлсіз адам ретінде көреді деген сияқты оймен. Иә. Соны жеңе алмай, өзімнің әлсіз тұстарымды мұғалімдерден сұра алмадым. Соның мүмкін кесірінен толық бекіте алмадым кейбір тақырыптарда. Ал қобалжуға келетін болсақ, мен бүйтетін ұбт-ға 4 шоколадпен кіретінмін. Негізі шоколад адамның қорқынышын басады, ана жеп отқан кезде ана кішкене уайымда кетеді деген сияқты. Әрбір шоколадты бір пәнге арнап қоятын едім. Сосын бірдеңе түсінбей жатсаңдар, аяқта адамдар жүреді ғой, аудармасын сөздің, сол адамдардан сұрасам болады. Олар мағынасын түсіндіріп береді, айтып бере алады. Маған айтып берген, мысалы, мына сөздің аудармасы қандай, қатаршадан кішкене ана сөзін түсінбедім да, оқу сауаттылық кезінде. Сол кезде маған түсіндіріп берді. Одан ештеңе болған жоқ. Менің оқушым да солай істеді. 138 алған оқушым. Сол кезде сөздің аудармасын айтып берген. Көбінесе қатемен жұмыс жасамайтын оқушылар бар негізі. Осыған дейін көрген кезде, мысалы СТ тапсырған болсын, пробный тапсырған болсын, уже қате кетті ма, ол сұрақ сол күйі қалып қоймау керек та. Қарап, ол сұрақ неге қате кетті, қай жеріне қате кетті сияқты полностью кітапты ақтарып, сол бойынша қарап, жаттап алу керек сол кезде. Даже менде андай болған, СТ қателескен сұрағым мен қатемен жұмыс жасаудың арқасында мен ұбт-да ол сұрақты дұрыс жауап бере алдым деген сияқты. ұбт-да келді ол сұрақ. Қатемен жұмыс жасау бар, одан бөлек қалай айтсам болады, мотивация емес, қалай айтсам, не айтады? Дисциплина болу керек қой. Мотивация ол бірдей болады, бірдей келеді деген сияқты. Сен күнделікті жасап отырсаң, ең басты тұрақтылық қой. Сен аз жасасаң да, көп жасасаң да, бір күнде тұрақтылық болу керек. Бір күн жасап, бір күн демалу емес. Толықтай бір аптаның ішінде жасап, но тұрақты түрде бөліп қою керек тапсырмалар деген сияқты. 140-та оқу барысында ең ерекше есте қалған сәт. Қандай сәтті айтар едіңдер? Ондай сәттер көп. Ең ерекше. Айздіктерін сіз мадақтап жаттыңыз ғой, ВПС кезінде. Сол кезде андай біздің атымызды нақты айтып, бұйырса сені 140 балл күтемін дейтін сөз андай ерекше қалады. Ерекше болды ма? Сосын жаңа жыл дейтін мейрамдар, алтын көз. Өзіңді VIP-тің тізімінен көру ең бақытты сезімдер болды басында. Одан кейін түлектер кешіне баратын оқушылардың тізімінен көру деген сияқты. Түлектер кеші қалай өтті сендерде? Сендердің ойларыңша қандай әсер қалдырды сендерге? Ең бірінші Алматы арена, сахнаға шықтың, сен марапатталдың. Негізі потолок өте жоғары деңгейде болды. Тек қана марапаттау нәрсе емес, одан бөлек концерт ретінде әншілер болды. Өзіміз қалап жүрген, көп оқушылардың қалап жүрген әншілердің өзі келді да. Сол жерде негізі атмосфера өте топ, жоғары деңгейде болды деп аламын. Реальностьпен ожидание. Вау, мынандай бола ма деген сияқты. 6 сағат па, 8 сағат болды, иә? Тез өтіп кетті, уақыттың қалай өткенін байқамай қаламыз. Өзіміздің кураторларымызды көрдік түлектер кешінде, өзіміздің мұғалімдерді көрдік. Керемет болды. Осы подкастты көріп отырған барлық оқушыға түлектер кешіне бару бұйырсын, жұғысты болсын. Және де Абзал сияқты, Әділжан сияқты 130+ балл жинап, өздерін қалаған мамандыққа грантқа түсулеріне тілектеспіз. Яғни ұбт-дан кейін де 140-пен бірге әлі де байланыстасыңдар. Яғни сендер бірге осы жақта жұмыс жасап жатсыңдар. Сол жөнінде айтып кетсеңдер, жұмыс жасаудағы мақсаттарың қандай? Жұмыс жасау барысында қандай өзгерістер бар сендерде? Қай жағынан әсер етіп жатыр? Негізі жұмысқа келуінің бірде-бір мақсаты ол өзім шығара алмаған 140 балл иегерін шығару.
яғни өзімнен дайындалған кезде минустар байқадым, плюстерді байқадым деген сияқты. Оны бір куратор бере алса, біреу бере алмады деген сияқты. Соны барынша оқушыларыма бергім келді. 140 балл шығармасам да 138, 137, 136 дейтін мықты балдар шығардым. Оқушылардың ризашылығына қалдым деген секілді. Ал 140-ға келгендегі Әділжан мен 140-ға қазіргі Әділжанның екеуі екі түрлі адам ретінде айта алатын едім. Қай жерің өзгерді? Ойлау, басқаша ойлаймын. Бұрында андай барлығын сыртынан қарайсың ғой, ал қазір ішіне кіріп, барлығымен сөйлесу, коммуникация дамыды менде. Басқа адамдармен сөйлесу, ортам күшті, ортама өкінбеймін. Күшті. Менде де сол болған. Негізі оқушы кезінен ақ дамушы орта екенін көрдік. Оқушылармен, кураторлармен деген сияқты бір-бірімен тығыз байланыс бар. Одан кейін менде де сондай болған. 140 балл егерін шығарып, өзім 140 алмасам да оқушыларынан осы 140 баллды шығарам деген мақсат болды. Сол бойынша жеткізгім келіп, қаншама оқушы бар сеніп 140-қа келетін, соларды неге диджитал бойынша рекордтық балл орнатуға көмектеспеске деген сияқты мақсат болған. Келдім, сол бойынша қазір жұмыс жасап жатырмын қыркүйектен бастап. Сен былтыр істедің ба? Осы жылы бірінші кіріп жатырсың? Былтыр істедің, иә? Жұмыспен сабақты қалай қатар алдыңдар? Бәрі қиналады ғой. Тем более көбінесе рекорд жасаған, сабақ жасау қиындар жұмыс жасай бермейді негізінде. Бізде Жаннұр, Абзал, сендер стереотипті бұздыңдар да, қазір жұмыс жасап жатсыңдар. Ай, өзі де кірді деген сияқты. Негізі, менің ойымша ол өтірік әңгіме. Егер сен сабақпен бірге курсты алып жүрдік қой, кезінде оқып жүрген кезде дәл сондай форматта ғой. Сабақ ол бізде мектептің сабағы мен универдің сабағы бірдей, ал курста оқып жатқанымыз ол қазір жұмыс істеп жатқан сияқтымен тең. Дәл сол пысыларға кіресің деген сияқты. Ана жерде үлгерген адам мына жақта да үлгере алады деген ойдамын. Саған қатты қиын болған жоқ? Қиын болған жоқ. Просто мектеп кезінде мұғалімдер істе орында деп айтып жүреді, ал универ кезінде оны ешкім айтпайды. Мүмкін соның кесірінен көп адам қиналып қалады. Өзінің күш-жігері болу керек қой. Негізі сол балансқа байланысты. Сен универдің сабақтары бар, одан бөлек жұмысты алып жүру керек деген сияқты. Негізі әр адам әртүрлі қабылдайды. Біреулер тек бір ғана нәрсеге фокус қоюды қалайды деген сияқты. Біреулер екі нәрсені бірге алып жүре алады. Негізі басынан бастап ең басында қиын болды кірген кезде қалай болады деген сияқты. Но одан кейін үйреніп кеттік. Мен жұмысқа кірмей тұрып негізі өте түйіп болатын. Қалай болады деген сияқты. Но 140-қа келгеннен кейін уже ашылып бастадым. Жұмыс жасау да оңай бастады деген сияқты. Сол арқылы уже оқушылармен қаншалықты жақын болсаң, жұмысыңды қаншалықты жақсы көрсең, сол бойынша жеңілдей береді жұмыс. Осы жерде жұмысқа келген кезде мен, Абзал, Жаннар, Әлішер төртеуміз жасаған сол есіме түсіп кетеді. Есімде, балалық әрекеттерің ба? Иә. Жарайды, кешірдік. Жұмыс жасау барысында қандай принципті қолданасыңдар? Жұмыспен өзіңнің өміріңді араластырмау. Өмірің бөлек, жұмыс бөлек қалу керек. Жұмыстағы нәрсе өмірде айтылмау керек, өмірдегі нәрсе жұмыста айтылмау керек деген сияқты нәрсе қолданамын. Одан басқа негізі барлығына бірдей баланс ұстауға көбінесе жоспарлы. Сабақпен барлығымен үлгеру үшін. Сенде? Менде Абзал айтқан сияқты, жұмыспен сабақты араластырмау керек. Және де біз жұмысқа келген кезде өз жаңағыдай сездік, осындай болатын білдік. Сондықтан да ешқандай жалғыз етпей, барынша әрекет жасап, болмай жатса меңгерушілерден немесе басқа адамдардан көмек сұрасақ болады. Олар бізге бағыт бағдарын береді, олар да себебі куратор болды, олар да одан өтті деген секілді. Сондықтан да жұмыспен сабақты араластырмау керек деп ойлаймын. Енді міндетті нәрсе ретінде қарамау керек та. Сен өзің жақсы көріп келген нәрсең ретінде қарауың керек. Міндетті деп жасайтын болсаң, уже жасағың келмей қалады, желание қашып кетеді деген сияқты. Осыны жасауым керек, мен оқуым керек, немесе жұмыс жасауым керек емес. Мен осы не үшін жұмыс жасап отырмын, соның барлық себебін біліп алып, сол бойынша нақты мақсатқа жету жолында уже өзің мотивацияң пайда болады. Күшті. Енді осы тұрғыда сендер студент бола тұрып жұмыс жасап жатқандарыңды айттыңдар. Енді бізді көріп отырған студенттер де бар, комьюнитидің мүшесінде де, ол жаққа кірмеген де біздің бітіріп кеткен түлектеріміз бар. Маған көбісі жазады, мен сабаққа үлгермей жатырмын дейді, кейбіреуі жұмысты қатар алайын ба деген сияқты неше түрлі сұрақтар қояды. Қалай дамимын, ары қарай өзімді қалай табамын деген сияқты. Студенттерге қандай кеңес берер едіңдер? Сендер бір жыл артқа қалдырдыңдар, екінші курстасыңдар, алғашқы енді студент болайын деп жатқандарға, бірінші курста оқып жатқандарға деген сияқты. Осы жерде Абзал екеуміз СДУ университетінде оқимыз ғой, ал СДУ Қазақстандағы ең қиын универлердің бірі, бірақ екеуміз де повышка. Күшті. Менде IT-да, ода ТФЛ, диджитал бойынша. Мен басқаларына айтарым, негізі универ кезінде мұғалімдер саған только білімнің 30%-ын ғана береді. Қалған 70%-ын өзің аласың. Кітаптарды оқисың деген сияқты. Немесе негізі YouTube-ға кіретін болсаң, тақырыпты копировать сайт етіп YouTube-ға қоятын болсаң, қаншама сол тақырыпты түсіндірген адамдарды көре аласың. Солардың видеосабағын қарап, сол арқылы дайындалсаңдар болады сабаққа.
Күшті. Сабақтардың өзінде сабаққа құр барып келмей, сол сабақтың өзінде ақ тақырыпты негізі кәдімгідей түсініп алуға болады. Потом сен уже уақытың кәдімгідей уақыт жұмысқа арнауға болады да. Сол кезде сабақтың үстіне түсініп алсаң, сен уже тек бір қайталап алсаң уже жеткілікті деген сияқты. Сосын барып жұмысқа фокус қоя аласың. Күшті. Енді сендердің болашақтағы мақсаттарың қандай? Бөлісе алатын мақсаттарың бар ма? Яғни сабақ оқып жатсыңдар, жұмыс жасап жатсыңдар, өз мамандықтарың бойынша кеткілерің келе ме или қалай? Негізі мен өз мамандық бойынша кеткім келмейді. Соны түсіндім да. Мұғалімдікке барғым келеді, математика пәні. Негізі IT-да мен андай неме таңдағам. Менде геомат, енді олимпиадчик болдым. Менде 3 выбор бар. Геомат, физмат, инфомат. Мен геоматқа барып, геодан кітап оқып, сөйтіп келмеді. Физматта формула көп болды. Ең оңай тәсіл осы инфомат болды. Сол инфоматты таңдай салғам. Қазіргі таңда мен өкінемін соған ше. И басқаларына айтамын, грант үшін немесе оңай үшін таңдай салмаңдар. Потом оған өкінесіңдер. Қазір мен СУ-да осы 4 курсты бітірген соң, біз СУ-да пет оқуға болады. 9 айлық па, 6 айлық па курс, сол үшін ғана қазір оқып жатырмын. Мұғалімдік, яғни мұғалімдікті қалай таңдадың? Өзіңнің ісің екенін қайдан білдің? Мектеп кезінде де байқадым, негізі бізде андай үлкен класста кішкентай кездерге сабақ береді дейтін андай бар. Мысалы олимпиадаға болсын, басқа түсінбей жатқан заттарын дамыту үшін сондай біз сабақ беретін едік. Сол кезде кішкене өзіме ұнайтын еді. Ал жүзорқа келген кезде мынау нақты менікі екенін түсіндім. Себебі оқушыларға ютубта да болсын мен кәдімгідей 140 сұрақтық 6 сағаттық нұсқаулар жасағанмын, ашық. Метада бізде оқушыларда басына математика оқиды, потом геометрия оқиды. Сол геометрияны оқысын, қаңтар ботаға шейін біліп алсын деп, геометриядан біраз сабақ бергенмін, сол кезде түсіндім. Мына мұғалімдік маған жақын деген сияқты IT-дан қарағанда. Сенде ше? Менде де негізі 7-ші сыныптан бері таңдадым осы ағылшын тілі мамандығын. Мұғалім болған деген сияқты қызықтым. Но мұғалімдікті жалғастырғым келеді, но ағылшын тілінен емес. Қазір уже дүниежүзілік тарихтан куратор болғаннан кейін, жүзорықтар жасап жатқан кезде уже дүниежүзілік тарихқа деген махаббатым одан әрі ашылды. Оқушылармен жұмыс жасағанға ұнайтын одан әрі түсіндім да. Дүниежүзілік тарихы бойынша мұғалім болу негізі мақсатым, сол бойынша мұғалімдікке алып кетсем деген. Ағылшын қазір ұмытылып бара жатыр. Бұйырса, Жүзқұрықтың ең топ деген мықты мұғалімдеріне айналдыңдар. Сендерге сәттілік тілеймін. Универлеріңді жақсы аяқтап, алдағы өмірлеріңе. Бүгін уақыттарыңды арнап келгендер үшін көп-көп рахмет. Бізді көріп отырған оқырмандар үшін пайдалы кеңестер айтылды деп ойлаймын. Екеуіңе алдағы уақытта сәттілік тілеймін. Бұйырса, осылай еңбектеніп, адалынан қызмет етіп, болашақта Жүзқұрықтың ең мықты топ мұғалімдеріне айналыңдар. Енді осы подкастты көріп отырған оқушыларға осы Әділжан мен Абзалдың ұбт балы жұғысты болсын. Осы екеуі сияқты өздерің қалаған мамандыққа, университетке грантқа түсіп кетіңдер. Ал студенттер, сендерге айтарым, Әділжан мен Абзал сияқты тек қана сабақпен ғана шектелмей, өздеріңді дамытып, жұмыс жасасаңдар да болады. Енді біздің 140-қа барлығын жұмысқа кіре алмай жатады. Біз енді орындар жаңағы шектеулі. Бірақ бізде не бар? Комьюнити бар. Сол комьюнитиға тіркеліп, осылай Абзал, Әділжан сияқты дамушы ортада өздеріңді дамытсаңдар болады. Соңына дейін көргендер үшін көп-көп рахмет. Біздің подкаст егер ұнаса, лайк басып, пікір жазып, бізді қолдап қойыңдар. Бізге тіркелмеген болсаңдар, тіркеліп қойыңдар. Және де осы подкасттан түсінген ойларыңды, инсайттарыңды пікірге жаза кетсеңдер болады. Бәріңе сәттілік. Сау болыңдар.